Менің атым Зухра. Ауылда мені бәрі біледі. Осы үйдің иесі, отбасының тірегі мына мен боламын. Күйеуім қайтыс болғалы 30 жыл өтті. 30 жыл бойы жалғыз тұрдым, жалғыз күрестім, жалғыз өсірдім. 3 ұлым бар. 3-еуі де менің өмірім. Менің мақтанышым үлкенім Нұрлан, ауылдың ең сыйлы жігіті. Кішкентайынан байсалды, ақылды болды. Мектепте үздік оқыды. Ауылдағы барлық ата-ана Нұрланды мысалға келтіретін. Нұрландай балаңыз сияқты болсын дейтін. Менің тәрбием, менің еңбегім, ол бүгін осы ауылдың сыйлы азаматы. Ортаншым Ермек, жүрегі алтын, кішкентайынан жылы, мейірімді болды. Маған ешқашан қарсы сөйлемеді. Апа деп қасыма келетін. Осы үйдің жылуы Ермекте. Кенжем Данияр, менің жүрегімнің жартысы. Туғанда дәрігерлер нашар деді. Мен 3 күн ұйықтамадым, дұға оқыдым. Алла сақтады. Оның әрбір қадамын мен өзім бақыладым. Өйткені ол менің кішкентайым. Ол үшін мен бәріне дайынмын. Осындай 3 алтын ұлым өз отбасыларын құрды. Өзім таңдаған қыздарға үйлендірейін деп едім, сүйем күйем деп алған 3 келінім бар. Үлкен келінім Айгүл. 10 жыл болды осы үйде. 10 жыл. Адам 10 жылда не үйренеді? Бәрін үйренеді. Бірақ Айгүл сыртынан қарасаңыз мінсіз келін. Жымияды, сәлем береді, киімі таза. Бірақ іштен тастай суық. Мен бәрін байқаймын. Ол осы үйді өзінікі қылғысы келеді. Мені шеттеткісі келеді. Бірақ мен тірі тұрғанда болмайды. Оның үстіне 10 жыл болды, бала жоқ. Нұрланға не берді? Ештеңе. Ортаншы келінім Мадина. Ой, бұл бөлек әңгіме. Семіз жалқау, телефонын қоймайды. Таңертең тұрмайды, кешке жатпайды. Апа, кешіріңіз дейді де, ертеңіне тағы солай. Бірақ бір қауіпті жері бар оның. Ол қудың қуы. Сондай адам ең қауіпті адам. Тамақ жасай алмайды, кір жуу білмейді. Ермек жұмыстан келгенде үй жиналмаған, тамақ дайын емес, тек жалпаңдап күле береді. Ал кішкентай келінім Аружан. 3 ай ғана болды. Жаңа келді. Үнсіз жүреді, жуас деп ойлайды бәрі. Мен олай ойламаймын. Мұндай келін ең қауіпті келін. Өйткені ол бір күні сөйлейді, бір күні жарылады. Сондықтан мен оны бастан-ақ өз орнына қоюым керек. Данияр баламның басын айналдырып тиіп алған деп ойлаймын. Әйтпесе балама талай қыздар жабысып еді. Мен Зухра. Осы үйді 30 жыл бойы ұстадым. Ешкімге тізгінді бермеймін. Мен үшін ең маңыздысы ұлдарым. Біздің тыныс тіршілігімізді және келіндеріммен ашық соғысымды көргің келсе, комментарий бөлім. Азның уақыты өтті, сендер әлі ұйықтап жатырсыңдар. Таңғы ас дайындаңдар. Нұрлан, тұр, апаң шақырып жатыр. Сені шақырып жатыр, мені емес. Мадина, жатырсың ба тағда? Апа, мен дұға оқып жатқан едім. Қай дұға? Телефоныңды көрдім. Жатып алып телефон шыққисың. Ермек жұмысқа кетті, сен не істеп жатырсың? Бар да сиырды сау. Таңғы шайға сөт керек. Барам ғой қазір. Жылдам бол. Мына кемпірдің мазасызын-ай. Таң намаздан кейін ұйықтамай ма? Бізде не шаруасы бар десей. Самауырды неге кеш қойдың? Мен саған таңертең ерте тұр деп айтпадым ба? Апа, мен дәл уақытында қойдым. 10 жыл болды осы үйде, әлі де дұрыс үйренбедің. Анаң саған ештеңе үйретпеген бе? Көзіңнің жасын ағызбай, тірліктерді бітіріңдер. Аружан балам, тағы ұрыс болды ма? Жоқ апа, бәрі жақсы. Жасырма балам, мен бәрін естідім. Зухра апаңның дауысы бүкіл ауылға жетеді. Сол әйелдің мінезін білемін мен, жас кезінен білемін. Жас кезінен бе? Аружан, саған бір нәрсе айтайын. Бірақ ешкімге айтпа. Зухра апаң жасырып жүрген сыр бар. Ол сыр ашылса, бұл отбасы мүлде өзгереді. Кейін айтам, жалғыз кезіңде кел. Қазір уақыт емес. Бұл не деген нәрсе? Су ма, сорпа ма? Апа, мен дәмін татып салғаным тұзын. Татқаның сол ма? Не тұзы жоқ, не дәмі жоқ. Данияр, сөйлесетін бол әйеліңмен. Иә, апа. Анам мені бақытты бол деп ұзатты.
Жақсы отбасы деді, мәртебелі үй деді. Кетіп қалайын десем анам ұят болады, шыдауым керек деді. Басқа амалым жоқ. Тамаурын қайнамаған тағы да. Анау үш қатын ұйықтап жатыр. Біреу отырып апама шай берейін демейді ғой. Әй келін, бүгін сенің кезегің ғой, неге ерте тұрмадың? Апа, жаңа тұрдым, сағат әлі 4:30 ғой. Дайындалыңдар, бүгін туыстарым келеді. Кеше айттым ғой. Жоқ апа, айтпадыңыз. О, тоба, бұлар құйма құлаққа десең, ақпа құлақтар ғой. Балам, жұмысқа барардан бұрын саған айтарым бар. Анау қатының айт, кіші келін емес пе, ертерек тұрсын. Апа, ол да адам ғой, ұйықтағысы келген ғой. Сен маған қарсы шығатын болғансың ба? Сені мына мен дүниеге әкелген. Жақсы апа, ренжімеңіз, Аружанға айтамын. Бүгін апамыз таң атпай қанымызды ішпеді ғой. Иә, маған таң атпай айғайлап алды. Қонақ шақырғанын өзінің есінде жоқ. Бүгін қонақтарға шайды өзім құямын. Сендер көмектесіп тұрсыңдар болды. Қонақ күткенді жақсы көремін. Ай, Абысынтай, сен ешқашан берілмейсің. Анау Сәуленің келіні қонақты күшті күтеді екен. Енесі риза, енесінің екі қолын жылы суға салып отыр екен. Өте инабатты келін екен. Осы елдер сондай керемет келіндерді қайдан тауып алады екен, а? Бізде үйде 3 келін бар, үшеуі бір жақсылап қонақ күту білмейді. Әй, Айгүл, мынау самсаларың піспеген ғой. Жоқ апа, мен өз қолыммен пісірдім. Мені ұятқа қалдырдың, кет бар. Абысынтай, не болып қалды? Апам самса піспеген деп қонақтардың алдында абыройымды жер қылды. Самса піскен еді, мен дәмін көрдім ғой. Рахмет, Абысынтай. Мадина, не болды? Ермек, бүгін Айгүл апамды қонақтардың алдында масқара қылды. Егер мен де сондай жасап қойсам, сен мені қорғайсың ба? Неге олай дейсің? Апа ұрысса текке ұрыспайды ғой? Ермек, бөлек шығайықшы. Мадина, мен апамды жалғыз қалдырмаймын. Жалғыз қалмайды ғой, 2 ұлы бар. Мадина, қойшы, ешқайда кетпейміз. Данияр, не болды? Аружан, кешір, сені қорғай алмай жүрмін, апама қарсы келе алмаймын. Қарсы келме апаға, тек мені қорғағаныңды қалаймын. Болды, болғаныс болды, жат, ұйықта. Мадина, бүгін көп ұйықтадың ғой? Айтпаңыз, Абысын, соңғы кездері қатты ұйқы басып жүр. Тіпті Ермектің кеткенінде естімеппін. Ал, сара қалдарың қалай? Келін түсіріпсіңдер, құтты болсын. Келін қалай екен? Келініміз жақсы. Осындай керемет келіндерді қайдан тауып аласыңдар осы? Тауып алмаймыз, келінді ақырында үйретеміз. Келін жаман емес, барған жері жаман дейді қазақ. Зухра, мен саған бірдеңе айтайын. Келін сенің босағаңнан аттағанда сол үйдегі тірегі ене болу керек. Ол өз ата-анасына көрсетпеген қызметін саған жасайды емес пе? Бір көзің соқыр, бір құлағың саңырау болу керек. Қазір сен келіндерге жаман қарайтын болсаң, болашақта күніңді сол келіндерге салып қойса не істер едің? Ол басқа үйдің тәрбиесін алып келген. Оны сөгуге, тәрбиесіне сөз кетіруге сенің хақың жоқ. Қызындай көрмесең де, жақын тартып кемшіліктерін жасыру керек. Мен баламның таңдауын құрметтеймін. Екер жақсы тұрып кетсе мен қуанамын. Келініміз үйренісіп кетуі тікелей маған байланысты. Аружан, қонақтар кеткен соң Айгүлге барлық шындықты айтайық. Оның шындықты білуге хақы бар. Дұрыс айтасың. Бүгін ерте тұрыпсыңдар ғой, дұрыс жата бермей тірлік жасаңдар. Мен қазір базарға кетемін. Үйді жылан жалағандай қылып қойыңдар. Айгүл, біз саған маңызды нәрсе айтуымыз керек. Енді жасырып жүруге болмайды. Не зат ол? Айтсаңдаршы. Айгүл, осыдан 9 жыл бұрын сенің туған балаң тірі. Апам ол баланы басқа біреуге беріп жіберген. Саған өлі туылды деп өтірік айтты. Не дейсің? Мен барлығын айтамын дегенімде, апам Ермекпен ұрыстырып үйден қуамын деп қорқытты. Кешірші мені. Сонда менің балам тірі ме? Қалай сонда? Сендер осыны біле тұра менен жасырдыңдар ма? Тас жүрек екенсіңдер. Мен барлығын айтқым келді, бірақ қорықтым. Білемін, Мадина, болды, жылама.
Нұрлан, біздің бала тірі екен, сен білесің бе? Сен білдің ғой, иә мұны, сен қалай сонда? Сен біліп маған осы жылдар бойы өтірік айтып келдің бе? Осы 10 жылдың ішінде менің жыламаған күнім жоқ. Балам өлі туылғанына өзіңді кінәлап жүргенмен мына сен куәсің ғой. Неге олай жасадың, Нұрлан? Қазір менің балам басқа біреуді анашым деп жүр. Кім ол әйел? Маған тауып бер ол әйелді. Мен баламды алып кетемін, түсіндің бе, Нұрлан? Маған ешкім кедергі бола алмайды. Ол әйел апамның құрбысы Райхан апа. Біз ол кісіге үлкен сумма қарыз едік. Апам сол қарызды жабу үшін баланы берді. Сен мені тура қазір сол әйелдің үйіне алып барасың. Түсіндің бе, Нұрлан? Келген соң сосын сенің анаңмен сөйлесемін. Осы үй Райхан апаның үйі. Кім бар үйде? Қызым, кімді іздеп жүрсің? Кім керек? Сіз Райхан апасыз ба? Иә, кімді іздедің, қызым? Осыдан 9 жыл бұрынғы баламды іздедім. Өлі деп санап жүрген баламды іздедім. Менің балам қайда? Кім ол, түсінбедім. Менің енем Зухра берген баланы іздеймін. Ол менің туған балам. Қайда ол? Тез айтыңыз. Сен әділетті айтып тұрған шығарсың. Ол баланы сенің енең сен керек емес деп айтты деп бізге берген. Қазір ол қаладағы мектепте оқиды. Қасында ата-анасы бар. Ата-анасы дейсіз бе? Кімдер олар? Маған мекен жайын беріңіз. Мен баламды көруім керек. Сөйлестіңдер ме? Не шаруаң бар? Сенің кесіріңнен болып жатыр мұның бәрі. Жақында қалаға кетемін. Баламды іздеймін. Басқа әйелді ана дегенін қаламаймын. Мадина, не болды? Ауырып тұрсың ба? Иә, аздап жүрегім айнып тұр. Сен мені қойшы, Айгүл не болды? Айгүлдің баласының аты Әділет екен. Ол қалада тұрады екен. Айгүл қалаға барып іздеймін деп отыр. Жақсы болған екен. Неменеге тырысып отырсың, әйгелін? Апа, мен сізбен сөйлесуім керек. 9 жыл бұрын болған жағдай жайлы. Нені айтасың? Дым түсінбедім. Апа, менің балам тірі екен ғой? Неге маған өтірік айттыңыз? Қалайша ана мен баланы ажыратып жібердіңіз? Ақыры шындықтың бетін ашыпсың ғой, онда тыңда. Сен бала туған соң бағатындай болмадың. Есіңді жия алмай жаттың. Сол кезде мен баланы жақсы жағдайда өмір сүрсін деп беріп жібердім. Ол кезде біз кедей едік. Бала жақсы білім алсын деп болашағы үшін бердім. Апа, ол менің балам. Мен оны қалай да тауып аламын. Сіз кедергі бола алмайсыз. Ермек екеуміз ата-ана атанамыз. Тезірек оған айтайын. Ермек, мынаны қара. Жақында сен әке атанасың. Мадина, маған әзірге бала керек емес. Мен дайын емеспін.